Баршаңызға сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен езілмейтін, жыртылмайтын, дана-дана болып түсетін универсал тестаның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жылы суымызға тұзымызды және жұмыртқамызды салып, видеода көрсетілгендей жақсылап араластырып алатын боламыз. Жалпы мен универсал осы тесталардың барлығына жұмыртқа қосқанда жақсы көремін. Сол себептен де жұмыртқа қосыңыздар. Енді осылай електен өткізілген қамыр илейтін боламыз. Ұнымызды салып, жақсылап қаттылау қамыр илейтін боламыз. Осылай видеода көрсетілгендей етіп, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Жалпы ұнның барлығын бірден салып жібермеңіздер, кезек-кезек салып отырыңыздар, әйтпесе ұнымыз бірден салған кезде қатты болып қалуы мүмкін. Сонымен басқара алмай, илей алмай қалуымыз мүмкін. Сол себептен де осылай жаймендеп, видеода көрсетілгендей етіп араластыратын боламыз. Қамыр илейміз осындай теста. Сіздер үшін асықпай осылай түсінікті болсын деп түсірдім. Жалпы негізінде қамыр қай кезде дана-дана жыртылмай піседі, ол илеуі қанған кезде ғана. Жалпы видеода мен түспей қалыпты. Жалпы бір рет илегеннен кейін тағы да бір-екі қайтарып жіберсеңіздер өте күшті болады. Енді жаюына келетін болсақ, осындай жаңа тестадан өзіңізге ыңғайлы, мысалға кішігірім 2 зуала немесе 3 зуала қылып алсаңыз болады. Үлкен зуала 2 зуала шығаратын болсаңыз, жаңағы жай алмауыңыз мүмкін. Бір шеті жұқа, бір шеті қалың болып кетуі мүмкін. Сол себептен де өзіңізге ыңғайлы, жай алатындай осындай кішігірім зуала қылып алсаңыз болады. Енді тек 2 шетін ғана жайып, 2 шетіне салмақ саламыз, жанына, ортасына қолымызды тигізбейміз. Мына енді жайып жатырмыз, видеода көрсетілгендей. Арасына жалпы ұн себіп отыруды ұмытпаймыз. Кеспе, егер кесетін болсаңыздар, ұнды жалпы көбірек сепкен дұрыс. Ал енді қамыр салатындай қылып кесіп аламыз. Және 2 шетін орап, тақтайға қойып кесетін боламыз. Жалпы бұл нан салманың қамыры болған. Мен осылай ірі-ірі қылып кеспеге тураймыз. Ал егерде кеспе көже істейтін болсаңыздар, майдалап турайтын боламыз. Ал енді сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Маған ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, жазып кетулеріңізді сұраймын.